Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай, тез дайындалатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Печенье осындай үгітілмелі болып шығады. Құрамы да өте қарапайым. Ол үшін бізге ұн, шекер, сары май, қопсытқыш, жұмыртқа қажет. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға шекерді қосып, шанышқының көмегімен жақсылап езіп араластырып аламыз. Достар, егер менің видео рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Одан соң 2 жұмыртқаны шағып, оны да жақсылап араластырамыз. Одан соң қопсытқышты ұнға қосып, електен өткіземіз. Жақсылап араластырамыз шанышқының көмегімен. Одан соң қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр шығады. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Одан соң мен осындай формочкалармен кестім. Ал сіздер өздеріңіздің қалаған формаңызда кесіп алсаңыздар болады. Стаканның көмегімен дөңгелек қылып кессеңіздер де, пышақпен кессеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Балаларыңызбен бірге жасасаңыздар да өте керемет болады. Оларға өте қызық болатыны сөзсіз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, печеньелерімізді қойып шығамыз. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пешке 15 минут қойып аламыз. 15 минутымыз өтті. Печеньелеріміз пісіп шықты. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша печеньелердің бетіне ыстық кезінде сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Мен сахарный пудра сепкен жоқпын. Сонда да өте дәмді болады. Жасалуы да өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.